Баршаңызға қайырлы күн. Дәл осы хит пирогты менімен бірге жасағыларыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріп, лайк, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Бұл пирогтың маңыздылығы, ерекшелігі ішіндегі салмасында болады. Сіздің шайын ішкенге таптырмас тәтті пирог. Біз кірісейік. Еріген сары майымызды аламыз, үстіне қантымызды қосып, жақсылап екеуін араластырып алатын боламыз. Қыз-келіншектер, сіздерге мен тек оригинал рецепттермен осылай рецепт түсіріп жатырмын. Ұнап жатса тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап, дәмін көріп ұнайтынына сенімдімін. Міне бір тал жұмыртқамызды үстіне салып, енді тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді қажетінше ұнымызды аламыз. Мен 200 грамм ұнды пайдаландым. Үстіне мен разрыхитель емес, бір шай қасық сода қостым. Егер сіз сода емес, разрыхитель қосатын болсаңыз болады. Міне осында жұмсақ, әдемі қамыр илеп шығамыз. Енді осы қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бірі астына үлкенірегі, екіншісі кішкентайы жан жағына кететін болады. Жақсылап астына жайып шығамыз. Мен осы домалақтап алғаннан кейін қамырды оқтауменен жайып алдым да формама салып, қолыммен жан жағына келтіріп реттеп алдым. Осылай енді жан жағына да қалған қамырымызды қолымыз арқылы немесе оқтауменен, осылай көмегіменен жайып шығамыз формамызға. Үстіне мен жаңғақты осылай бөліп алдым майда бөліктерге. Керегінше алыңыз. Көп болсын десеңіз, көбірек қосыңыз. Мен көз мөлшермен салдым. Грамда бөлшеген жоқпын. Үстіне осы курагамызды, мейізімізді салып, енді сгущенка құямыз. Бір банка жетеді. Менде мына жерде 1 литрлік баклажка. Көрсеттім, қанша құятынымды. Сіздер бір банка қойсаңыздар болады, сол жеткілікті. Енді 160-150 градуста 30 минутта пісіріп аласыздар. Ас болсын.